Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер Live Russia проектін бастайтын боламыз. Бүгін біз праваны ала алмай, кеше алдыңғы серияда біз права ала алмай қалған болатынбыз. Ал біз келесі жолы ендігі праваны алатын боламыз. Так, отменить деймізге, ойбай. Короче, бізге так, request дейміз. Достар, каналға кіріп лайк басайық. Бұл екінші бөлім. Так, общее место және де автошколаға баратын боламыз. Достар, бұл екінші серия. Екінші серияда бүгін біздер правамен басқа да заттармен айналысатын боламыз. Қысқасы, видео қызық болады. Лайк басыңыздар, ойлаңыздар комменттерінде. Қысқасы, достар, мен автошколаға келген болатынмын. Ал біз бастаймыз өзіміздің тестімізді. Достар, мен тестті жаттап алдым. Қалай істеу кеше әбден жаттыққанмын. Ал біз бастайық. Так, осы жерден кіру керек бізге. Дұрыс. Так, фукетнахна и бойын аламыз. $1000 береміз де. Достар, мені көріп алсаңыздар болады. Мен осыны өзім үйрендім. Енді сіздерді үйренсеңіздер болады. И фукетеміз да, бұл 2, мынау. Так, фукетіп мынау 3, мынау 2, мынау қалғандары 1. Ойбай. Достар, менде кейбір кнопкаларды мен тупить етіп отырмын. Ал біз қалған заттармен айналысатын боламыз. Өзіміздің бір қасақ берді, қасақ. Қып-қызыл қасақ. Әне көрісіп болған. Осы меткалармен жүріп отыратын боламыз. Аккуратно айдамасақ. Немесе машина суға боламыз. Ауыз соқпай айдасақ жақсырақ болады. Осы мен қазір өзім тапсық бойынша сіздер лайк басыңыздар. Брат, с таким прикидом только на огороде картошку копать. Отправляйся в магазин один. Достар, келесі бізде задание қандай екенін көреміз қазір. Так, купить новую одежду в магазине. Короче, бізге новый скин сатып ал деп отыр. Ал біз мақұл деп баратын боламыз. И өз көтерімізге мініп, үстіп қататын боламыз. Так, жұмылда қалғанымызда мінеміз де, тез барып өз затымызды алып кететін боламыз. Қасымда барлығы оп-оңай. Сіздер де келсеңіз болады. Мен Москва сервері, яғни бірінші серверде ойнайтын боламын. Келіңіздер, кіріңіздер. Онда сіздерді мен кімнің бір семьяға келген барымыздан кіріп, сол семьяны тартатын боламыз. Яғни кім өзіңіз семья ашып қалуында мүмкін, қысқасы көретін боламыз. Бұйырса, онда семья ашу керек маған. Және де өзімен бір машина керек. Мен өзі болмасар қиын жерлері ақша мәселесі шешіледі. Бұяқта өткен жұмыстар өте көп. Бірақ бұяқта сәл бір минустар бар. Бұяқта қазақтар бұрын көп болған еді. Рамазан, басқа да бір Рамазан деген ютуберлерді білетін шығармыз өзіміздің. Қысқасы солардан бұрын қызықты болатын еді. Так, пенсия дейді, скин 6-7 дейді. Так, мынау қымбат, но норм. Ал ең қымбатқа ебайт 30 миллион базар жоқ. Мынаны алатын боламыз и аламыз. Работа больных не ждет, так что ага. проверь свое здоровье. Зайди в больницу, пройди медосмотр и получи медкарту. Сделаешь все как надо, подскажу, как тебе дальше. Қысқасы бізге не істесін дейді ғой. Мен атын ұмыттым. Қысқасы бізге медкарта алсын деп отыр. Медкарта. Где? Біреу менің
Біреу менің немді алып кетіпті. Яғни скутерімді, ана тұрған скутерді өзімді алып кете салайын. Біреу менікін алып кетсе, мен де алып кете салайын. Не болды мынау? Басқа жақтарда аренда жоқ. Амал жоқ, өзіміз жаяу баратын боламыз. Қысқасы, жаяу барға жолай банк бар, банктан біз қысқасы арендаға алатын аласаламын. Достар, мен қазір тез жетіп алу үшін видеоны столып қоймын. Neydi? Хорошо больницаға жеттім. И мен ендігі өзіме медкарта алатын боламын. Яғда қазақ деген, жоқ. Орыс деген. Так, больницаға кіреміз де. И және де өзімізге так өзімізге врачтан өзімізге медкартамызды сұрайтын боламыз. Және де так мынаны тез шығарып тастайық. Есімін Google мағыл беріңіз. Без проблема. Да. И бізге 5 минут сәл күту керек. Так, алатын боламыз. Хочешь спать спокойно и чувствовать себя в безопасности? Так. Сәл күте тұрамыз. Екінші уровеньге жеттік. Құттықтай берсеңіздер болады. Оружие лицензия алатын боламыз, ал біз бастаймыз. Так, кіреміз ішіне. Так, ол килографқа кіретін беді. Ақтайды. Купить мынау лицензияға деді. Әлде мынау мені? Жоқ. Ана дұрегім бар. Қысқасы анамыз. Попади в одну цель. Она неподвижна, так что прицель... А как тебе 3 мишени? Держи крепче Дигл.
келесіде тағы да достар, мен қазір өзім қайтадан істеп көрейін. Так, достар, мен қысқасы мен зат қалай десем болады, квестті мен сәтті аяқтадым, және де квестті сәтті аяқтадым. Ендігі бізге 100.000 рубль тап дейді. Достар, мен бұны келесі серияға қалдыратын боламын. Қош сау болыңыздар.